Қарапайым қышы тұқымының емдік қасиеттері хақында не білесіз? Қышы тұқымы бір жылдық шөп тектес өсімдік. Жапырағы кезектесіп орналасқан, шашақ гүл шоғыры сабақ басында өседі. Гүлі сары түсті болады. Жемісі ұсақ шар тәріздес болады. Тұқымы дәрі болады. Күзде орып алып кептіреді. Тұқымын қағып алып шикідей немесе кептіріп алып істетеді. Қышы тұқымының ем болатын аурулары тұмауға, тұмауратып тер шықпағанда, бел ауырғанда, жел ғұздан тізе буыны ісіп ауырғанда, текті жараларға, жығылып соғылудан болған жарақаттарға, қастың түсуіне, ұстамалы талма, тұмаудан болатын бас ауруына, жөтелге, қақырықты демікпеге, жүкті әйелдердің қан қысымы көтерілгенге ем болады. Сіздердің тыңдағандарыңыз Мақсат медициналық орталығының бас директоры, философия ғылымдарының фейжи докторы, жоғары санатты дәрігер, балалар және ересектер неврологы Мақсат Әбдіқадырұлының мұрағат қорынан алынған қышы тұқымының емдік қасиеті хақындағы пайдалы кеңестер. Біздің каналға тіркелсеңіздер, қазақ медицинасына тән болған бұдан басқа да көптеген кеңестерді тыңдай алатын боласыздар.